Дәл қазір қандай жұмыстар істеп бастасаң, 5 жылдан кейін қалай өзің аңсаған табысты іскер азамат болуға болады. Егер де осы бейнені толығымен көріп, ақырын іс жүзінде амалға асыра алсаңыз, 5 жылдың ішінде адам сенгісіз нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Біріншіден, көз жұмып көлге секірмеңіз. Яғни, бірден үлкен тірлікке емес, кішкене шаруалардан бастаңыз. Әр күнгі күнделік жазу әрине тым кішкене шаруа, бірақ осы арқылы сіз бүгін мен кешегіні парықтап, өте үлкен нәтижелерге қол жеткізіп бастайсыз. Екіншіден, жақсылап бір мамандықты, өнерді үйреніп, өз қабілетіңізге айналдырыңыз. Қандай өнер болмасын, 5 жылдың ішінде осы саладағы нөмір 1 адам болуға әбден болады. Ал содан кейін табыссыз қаламын деп ойламаңыз. Үшіншіден, әр ай сайын өзіңізге қажетті бір кітап оқып отырыңыз. Егер де осы әдетіңізді тынбай жалғастырар болсаңыз, онда ертең қай салаға барсаңыз да өз орныңызды табасыз. Өйткені қай саладағы адаммен сөйлессеңіз де ортақ тақырыпқа тартып тіл табыса аласыз. Ал басқалар осы шеберлігіңізге қарап риза болатын болады. Сондықтан бос уақыт тауып көбірек кітап оқып, мейлі қай салада болсын, тек пайдалы болса болғаны. Төртіншіден, әр ай сайын белгілі мөлшерде ақша сақтай біліңіз. Біз жасап жатқан ортада 90% проблемалар осы ақша арқылы шешілетін заман. Осы әдетке үйреніп алғасын, осы сақтаған ақшалардың көбіне сізге үлкен көмегін тигізетін болады. Бұл шаруалар әрине істей келе өте оңай әрі жеңіл. Тек 5 жыл бойы тұрақты айналысатын болсаңыз, сіз өзіңіз аңсаған, армандаған әрқандай бір өнердің құрметті адам бола аласыз. Мен әрбірлеріңіздің әрқашан алдыға жылжып, істеріңіздің алға басуын, армандарыңыздың тек ауыз жүзінде орындалып қалмауын шын жүректен тілеймін. Сіздермен бірге мен өмірұзақ, арнама жазылып, әрқашан менімен бірге дамып отырыңыздар. Рахмет.